Енді мен жаңағыдай қазір басқарма басшысы келіп жатыр, электр энергиясы осы әкімшіліктің сіздердегі Руслан деген мырза. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, газ барлықтары, су барлықтары қазіргі таңда счетчиктер автоматталған түрде келіп жатыр. Сұрақ, Раке, сіздерден мүмкін, мына жерге отырыңыз, келіңіз. Бұл СОшкалардың жұмысы, энергия жабдықтау мекемелерінің да, энергиямен, электр энергиямен. СОшкалар неге автоматты түрде счет, биллинг компаниялар неге счетқа ақша бермей жатыр? Автоматты түрде, газ сияқты СОшкалар. Счет бойынша. Сіздер тәжірибеде басқа қалаларда бар ма? Әлде тек осы салада көбінесе мәселе. Басқалардың да электрондық арқылы ешқандай проблема жоқ. Қазір бәрі. Енді жасайды, ол жұмысты атқару керек, мен келсем, біз нақтылайық оны. Мен энергетика вице-министрі болғандықпен, мен мұнай газ салаларына жауапты, электр энергиясына басқа кісі жауап береді, и мен нақты счетчиктер туралы жазып алайын, айтам хабарын. Бізде Асхат Қалымұлы, бізде единый платежный документ бар. Бұл жерде қазір единый платежный документпен Қызылорда жылу электр орталығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, су жүйесі, Қызылорда тазалығы, сосын мынау Қазтрансгаз акционерлік қоғамында өздерінде РЦК деген биллингтері бар. Сосын Крек акционерлік қоғамы, ол тікелей халықпен жұмыс жасамағаннан кейін. Жоқ, СО. Бұл жерде СО-ның өзінің биллингі бар. Енді қазір жылдың басы болғаннан кейін осы аталған мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындар мемлекеттік сатып алу процедуралары өткізіледі. Соның нәтижесімен қазір осы единый платежный документті атқаратын мекеме определять еткеннен кейін уже олар қарай жылдың аяғына дейін өзінің квитанцияларын таратып, бәрі бір неде болатын болады. Ол жылда жасалып отқан нәрсе. Жақсы, тағы да қандай сұрақтарыңыз бар?